Сағат жасаушы шебер Apple жыл соңына дейін 40 миллион дана Apple Watch сатуға қауқарлы. Мүмкіндігі орасан Samsung смартфон ноутбукке айналады. Кван мен берік қамал іспетті. Американың арнайы қызметі солтүстік Корейдің компьютерлік желісін бұза алмады. Армысыздар, 24 KZ арнасының эфирінде Planet бағдарламасының кезекті шығарылымы. Әдеттегідей жаңа технологиялар, концепттер мен гаджеттер жайлы. Хабарда ақылды сағат пен нарыққа жасалған сараптама туралы ақпардан бастаймыз. Apple қанша ақылды сағат саталды. Бұл туралы ешкім білмейді. Ал компания басшылығы әдеттегідей жұмған ауыздарын ашпай отыр. Жұртшылық нарыққа жасалған сараптамаға сүйеніп, белгілі қаржыгерлердің болжамдарын қанағат тұтуда. Global Equities Research компаниясы арнайы баяндама жасап, бүгінгі жағдай бойынша Купертиндықтарға 7 миллион құрылғыға тапсырыс түскенін жазды. Естеріңізге сала кетейік, гаджет сәуір айының соңында сатылымға шығарылған еді. Сарапшылардың айтуынша, осы уақытқа дейін 2,5 миллион құрылғы өз иесін тапқан. Одан басқа Apple әлі де 5 миллион дана сағат өндіріп, оны дүкен сөрелеріне жеткізіп беруге әзір. Егер болашаққа көз жүгіртер болсақ, корпорация 23 миллион құрылғы саталады делінеді. Нарыққа шолу жасаған тағы бір компания TrendForce басқа да сандарды келтіріп отыр. Олардың сөзіне сенсек, 2015 жылы бар болғаны 15 миллион аксессуар сатылады. Соңғы көрсеткішті бағындыра алса да Apple ең ірі құрастырушы болып қала бермек. Тықылы естілмейтін сағаттың өзінен осындай қыруар пайда табуға болады деп кім ойлаған? Ноутбуктен қарағанда смартфонның маңызы артты. Екінің бірі көшеде жүріп келе жатып, қолындағы шағын экранға тесіле қарайтындығында емес. Мәселен, смартфон негізінде ноутбуктер жасалатын болған. Samsung компаниясы қызықты жобаға қатысты патентке қол жеткізді. Өтініш өткен жылдың соңында берілген еді, бірақ бұл туралы ақпар жақында пайда болды. Корей корпорациясы смартфонды лэптопқа айналдыру идеясын ұсынуда. Атап өту керек, құрылғы екі бірдей операциялық жүйеде жұмыс істейді. Инженерлер Android ақылды телефонына киілетін дисплейден тұратын корпус жасаған. Бұл смартфонға арналған док станция десек болады. Пернетақта мен дисплейден тұрады. Бірақ негізгі міндет смартфонға артылады. Кейін екінші операциялық жүйе Windows іске қосылады. Бұл әсіресе үлкен экран мен толыққанды пернетақтаны қажет ететін мамандық иелері үшін қажет. Осыған ұқсас құрылғылар басқа да құрастырушылармен бұрын шығарылған еді. Олар тек жасыл роботпен әрекеттесіп, планшетті ноутбукке айналдыруға мүмкіндік береді. Ал Microsoft пен Samsung арасындағы әріптестік бұл салаға жан бітірді. Кезектіреді ақштың ұлттық қауіпсіздік агенттігі жеңіліс тапты. Сонау 2010 жылы мұндағылар солтүстік Корейдің техникалық орталықтарына компьютерлік шабуыл ұйымдастырған еді. Алайда бұл туралы Reuters тілшілері бірден жариялап жіберді. Нәтижесінде шабуыл сәтсіз аяқталды. Солтүстік Американың тыңшылары Иранның компьютерлік желісін бұзған соң сәл босаңсып қалған болар. Сол кезде ядролық реакторлары қашықтықтан істен шығарылған еді. Ал корейліктер керісінше сауатты қорғана білді. Солтүстік Корейдің компьютерлік желісі ғаламтормен Қытай жерінен өтетін канал арқылы байланысады. Интернет бұл елде өте нашар дамыған. Есесіне Ким Чен Ынның идеясын қолдаушы бағдарламашылар елдің сандық кеңістігін Кван мен жүйесі арқылы берік қорғап келеді. Атап өту керек, солтүстік корейлік хакерлер өткен жылы елді елең еткізді. 2014 қарашасында Sony компаниясының компьютерлеріне шабуыл жасалған еді. Сол кезде көптеген құпия мәлімет ұрланып, компанияның жұмысы тұралап қалды. Сөйтіп Sony миллиондаған шығынға батқан еді. Шағын және жады көлемі артқан құрылғы қолжетімді бола түсті. SanDisk компаниясы USB 3.0 протоколына негізделген ультра шағын кезекті флеш жинақтаушыны жарыққа шығарған. UltraFit USB 3.0 өне бойына 128 гигабайт мәліметті сыйғыза алады. Пішіні темір монетадан аспайды. Ал флешканы компьютерге жалғайтын болсақ, көзге көрінер-көрінбес. Жаңа өнімнің мәлімет алмасу жылдамдығы секундына 130 мегабит. Ал кірістірілген мәліметті шифрлау механизмі құрылғының мүмкіндігін арттыра түседі. Бірақ бағасы едәуір қымбат екенін айту керек. Құрастырушылар жаңа өнімді $120 бағалап отыр. Өмірімізде осындай ұсақ түйек бізді қуантарлық жағымды жаңалықтар көп болсын. Бізді 24 KZ арнасынан көріп, 24 KZ сайты мен Facebook, Twitterден таба аласыз. Келесі көріскенше күн жақсы.